Үйде инвалид қызым бар. Сол не ауру жұқтырып келді. Коронавирусты. Сөйтіп, ойбай, жүрегім ауырып бара жатыр, ауа жетіспей жатыр, демаламай жатырмын деп жөтеліп, енді өзім қорқып кеттім. Скорый шақырсам, оны алып кетсек, анеге апарып жатқызып қояды. Но укол ешбәле бермейді, жатады. Қашан арғы дүниеге кеткенше деді. Ойбай, қой керек емес. Үйде отырсын дедік те, осы жерде өзім денсаулығым жөндеп жүргенімде жилет бар. Сол жилетті алып кигіздім. Міне кешкісіні ауырып келді. 2 күннің ішінде қызым жақсы болды. Оған қараймын деп, мен өзім ауырып қалдым. Сосын ауырып қалған соң, енді маған берсең жөнделіп қалдың, енді мен киейін дедім де, сол мен өзім кидім. Мына жөтел шай бар, арасында осыны ішкіздім, кальций ішкіздім, суды ішкіздім. Мына кальций, суды ішкіздім, мына кардисепсті бердім, мына көк шайды тоқтатпай бердім. Мына қандарын тазаласын деп, мына нені де бердім. Жүрек шай. Ол жақсы болған соң, мен өзім басталған соң, өзім ішіп жүрген мен бәрін. Мынаны өзім киіп алдым. 2 күн бойы өзім ауырдым ба, жазылған соң келінім ауырай бастады, үйде жүрген. Ауырған соң оған кигіздім. Ол жақсы болды ма, балам ауырып қалды. Онымен қатар жүрген. Сонымен ол балама кигіздім. Ол түзу болған соң, енді өзім тастамай киіп жүрмін. Мына арқа желкелерім шаншып ауырайтын. Мынаны кигенімнен бері шаншуы да қалды. Жаңағы мына арқаларымның солқылдап ауырайтындары да бәрі қалды. Барлығы жақсы болды. Шүкір Аллаға.